бізде Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері өзінің мемлекеттік тәуелсіздік туралы конституциялық заңның преамбуласының өзінде бейбітсүйгіш мемлекет құра отырып деп басталады. Біз сол концепция, сол тұжырымнан біз кеткен жоқпыз ешқашанда. Біз соны бекітумен, нығайтумен келе жатырмыз, іс-әрекетпен көрсетіп, халықаралық аренада өзіміздің ұлттық заңнамамызды бекіте отырып. Қазіргі конституцияда ол нақты жазылды, яғни преамбулада ары қарай да бейбітшілік мақсатта, бейбітшілік жолын ұстанатынымыз көрсетеді. Яғни бейбітшілікті және басқа мемлекеттермен де ықпалдаса отырып қамтамасыз ететіндігін көрсетеді. Үлкен аренада көріп отырсаңыздар, Қазақстан соңғы уақытта орталық держава, средний держава деп аталатын, яғни күш ретінде таныла бастады. Қазақстанның бұл қандай бейбітсүйгіштік жаңа халықаралық аренадағы өзінің іс-әрекетін көрсете алғандығының нәтижесі деп саналады. Бұл біздің қазіргі қабылдайын деп тұрған жаңа конституциямызда біздің жаңа принциптеріміздің, тұжырымдарымыздың нақты екендігін және осы бағытта біз қала беретіндігімізді және осы бағытта жұмыс істейтінімізді көрсетеді.